Бүгінде осы әндерді естімеген қазақ жоқ шығар. Біреу оларды дастархан басында шырқаған болса, бірі жастық шағын осы әндермен тығыз байланыстырады. Демек, бұл әндердің соншалықты хит болуына себепкер болған ақынды бірі білсе, бірі білмес. Ол бүгінде бар қазаққа мәшһүр болған есім Мұқағали Мақатаев. Қазақ халқын жарқын талантымен баурап алған Мұқағали Мақатаев 1931 жылы 9 ақпанда Алматы облысының қазіргі Райымбек ауданы Қарасаз ауылында дүниеге келді. Ақынның толық есімі Мұхаммед Қали, бірақ ата-анасы оны бала кезінен еркелетіп Мұқағали деп атап кеткен. Мұқағали Мақатаевтың балалық шағы қазақтың басына төнген қайғы қасіреттің бірнешеуімен тұспа-тұс келді. Соғыстың салқын қабағы ақынның шаңырағына оңай соққан жоқ. Әкесі Сүлеймен қан майданда қаза табады. Болашақ ақын ер мінезді әжесі тиынның тәрбиесін көріп, аңыз ертегілермен сусындап өседі. Мұқағали Мақатаевтың өлең, поэзия жазуға жары Лашынға деген махаббаты себеп болды. Болашақ ақын 14-15 жасында ақын болуға бір жола бел байлап, қазақ әдебиетімен бірге әлемнің барлық классиктерін бірдеммен оқып шығады. Мұқағали Мақатаев еңбек жолын ауылдағы мектепте орыс тілі пәнінің мұғалімі болып бастады. Оның орыс тілін жетік білуі әлем әдебиетін оқуына септік болды. Кейін аудандық газетте тілші болып та қызмет атқарды. Ақынның өлеңдерін сүйіп оқыған Әбділда Тәжібаев Мұқағалидан үлкен ақын шығады деп ақынды Алматыға шақырады. Қалаға көшіп келген Мұқағали кәсіби қызметі әдебиетпен тығыз байланысты болып, Қазақ радиосында диктор, Социалистік Қазақстан газетінің журналисті, Жұлдыз журналының қызметкері, Жазушылар одағының жастар істері жөніндегі кеңесінің басшысы да болады. Сыртқы жағдайлардың өзгеруіне қарамастан, Мақатаев ең бастысы поэзияға деген махаббатына тұрақты болды. 1962 жылы алғашқы кітап шыққан кезден бастап 1976 жылға дейін ақынның 8 өлеңдер жинағы жарық көреді. Олардың ішінде Аққулар ұйықтағанда, Шуағым менің, Өмір дастан, Жырлайды жүрек және басқалары. Әдебиет саласында 25 жылдай уақыт қызмет қылған Мақатаев мыңнан аса өлең жазды. Мақатаев махаббат пен достық, поэзия және табиғат туралы жырлады. Бірақ оның шығармашылығында ерекше орынды отан тақырыбы алады. 1976 жылы Мақатаевтың Өмір дастан атты соңғы өлеңдер жинағы жарық көреді. Емі жоқ ауруға шалдыққанына қарамастан, өле-өлгенше поэзияны сүйіп өткен ақын соңғы кітабы жарық көре сала жақындарына қойған қолтаңбасында Мұқағали не себептен екені белгісіз 1976 жылдың 27 наурызы деп белгіледі. Поэзиям менің, мен өлсем де сен өлме деп кеткен ақын дәл сол күні өмірден озды.